Жантақ шөбінің пайдасы. Бір, өттегі тасты ертуге көмектеседі. Жантақ қайнатпасы өт жолдарын тазалап, өттің жүруін жеңілдетеді. Бұл бауыр мен өттегі ұсақ тастардың еріп шығуына ықпал етеді. 2. Геморройға қарсы. Жантақтың қайнатпасы іш жүргізіп, қанды тоқтататын әсер береді. Осы себепті халық емінде геморрой кезінде қан тоқтату және ауырсынуды азайту үшін пайдаланылады. 3. Зәр айдаушы. Несеп жолдарын тазартып, бүйректегі тұз бен құмды шығарады. 4. Қан тазартқыш. Дәрумендер мен биологиялық белсенді заттарға бай болғандықтан қан құрамын жақсартады. 5. Асқазан ішекке пайдасы. Ас қорытуды жақсартады, іш қатуды басады. 6. Қабынуға қарсы. Буын, бүйрек, бауыр, несеп жолдарының қабынуында қолданылады. Қолдану тәсілі халық медицинасында. Қайнатпа, бір ас қасық жантақты бір стакан суға салып, баяу отта 10-15 минут қайнатады. Күніне 2-3 рет ішеді. Шай түрінде, кәдімгі шөп шай сияқты демдеп ішеді. Бірақ есте сақтаңыз. Дәрігер кеңесінсіз ұзақ уақыт қолдануға болмайды. Жүкті әйелдер мен балаларға берілмейді. Асқазаны сезімтал адамдарға сақтықпен қолдану қажет. Жантақ тікенек болса да, шипасы мол шөп. Халық арасында жантақ қайда өссе, дерт соны іздейді деген сөз бар. Өзі қарапайым, тікен тасы көп жерде өсетін өсімдік болғанымен, ішінде адамға қажет қазына жатыр. Өттегі тасқа қарсы табиғи шайғыш. Жантақ қайнатпасын ішкенде, өт жолдарын тазалап, тас пен құмды жұмсартып шығарады. Кейбір шөптанушылар оны өттің табиғи шөміші деп те атайды. Геморройға қарсы халықтық құпия. Ерте заманда емшілер жантақтың қайнатпасын ішкізіп қана қоймай, жылы күйінде геморройы бар адамға отқа булап ішке тартқызған. Бұл қан тоқтатып, ауырсынуды жеңілдетеді деп сенген. Қанды тазартатын жасыл дәрі. Жантақ шайын ішу қанды тазартуға, теріні жақсартуға көмектеседі. Халық арасында жантақ ішкен адам жеңілдеп қалады. Бүйрек пен несеп жолына пайдасы. Зәр айдаушы қасиеті бар болғандықтан бүйректегі құмды да сыртқа шығарады. Кей ауылдарда жантақ шайын құм шайғыш деп атайды. Қызық дерек. Жантақ түйелердің сүйікті асы. Шөлге шыдамды түйе тек жантақпен күндер бойы тіршілік береді. Сол себепті халық түйенің күші жантақта дейді. Жантақтың қызық қырлары. 1. Балшырын көзі. Жантақ гүлдеген кезде аралар көп жиналады. Жантақ балы өте сирек әрі шипалы, түсі ашық және дәмі жұмсақ келеді. Ол асқазанға, бауырға, әлсіздікке жақсы. 2. Шөлге төзімділік белгісі. Жантақ тамырын жердің 10 метр тереңіне дейін жібере алады. Сондықтан құрғақшылықта да қурап қалмайды. Қазақ оны шөлдің досы деп атаған. 3. Мал азығы. Тікені бар болса да, түйе, ешкі, қой үшін таптырмас азық. Түйе жантақты жеп қана қоймай, одан күш қуат алады. 4. Топырақ қорғаушы. Жантақтың тамыры топырақты бекітіп тұрады, сондықтан ол құм көшкінін тоқтатып, шөлді аймақтарды сақтап қалады. 4. Топырақ қорғаушы. Жантақтың тамыры топырақты бекітіп тұрады, сондықтан ол құм көшкінін тоқтатып, шөлді аймақтарды сақтап қалады. 5. Емдік қасиеті. Жантақтың жас сабағы мен жапырағынан дайындалған қайнатпа жүрек соғысын реттейді, жүйкені тыныштандырады. Ал оның күлін халық бұрын жараға сепкен. 6. Қазақы ырым. Кейбір өңірлерде жантақ түскен үйге бәле жала жоламайды деп сеніп босағаға іліп қойған.